бір кісі жаназадан кейін маған сұрақ қойды кеше. Осы індетке шалдығып, ауырып, қайтыс болды, жерледік. Кешкісін сұрақ қойып жатыр. Ол деке не үшін? Ақыретті білеміз, өлім бар екенді білеміз, жәннатты білеміз, бірақ өлгіміз келмейді, барғымыз келмейді. Мейлінше мына дүниеде қалып қоюға тырысамыз. Бәрі хақ екендігін білеміз, бірақ өлгіміз келмейді деп. Сулейман ибн Абдул-Малик деген патша болған. Сол кісі бір ұлы табиғиндердің біреуінен сұрайды. Дәл осы сұрақты қояды. Сонда ол кісінің жауабы: біз бар тапқан табысымызды осы дүниеге салып, осы дүниемізді көрікті қылып реттеп алдық. Ақыретке жібергеніміз шамалы. Ол жақты гүлдендірген жоқпыз. Ол жақты абаттандырған жоқпыз. Ибрахим алейхиссалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады: менен сәлем айт үмметіңе дейді. Жәннат бір кеңістік жер дейді. Кеңістік жер ғана. Кім не еккісі келсе мына дүниеде ексін дейді. Жәннат сипатталады ғой. Қасырлар, қорғыздары, талдар, оның барлығы сіздің мына дүниеде еккен егісіңіз ағайын. Сулейман ибн Абдул-Маликке берген жауабын қараңызшы. Дүниемізді абаттандырдық, гүлдендірдік, ақыретімізді құрттық дейді. Адам жақсы жерден жаман жерге ешқашан барғысы келмейді дейді. Мен де сол жауапты бердім. Шында да солай. Неге барғымыз келмейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ықтияр берілді. Қаласаң үмметіңмен қал, қаласаң сүйіктің сені күтіп тұр. Сүйіктіңмен қауышатын сәт кеп тұр. Ол кісі дүниені қызығып, мына дүниеде біраз бола тұрайыншы деген емес, сүйіктіме қауышқым келеді. Бірақ шарт, менің үмметімнің халі не болады, соны ғана уайымдады. Бізші өлім сәті келсе біз нені уайымдаймыз? Көп адамның аузынан естідім. Хал үстінде жатқан кезде, болды ма не, үстіп кете берем ба не, осынша дүние тауып, енді соның қызықшылығын көрем деген кезде мен кетіп қалам ба не, бала шағамның қызығын көрмеймін ба, немеремнің қызығын көрмеймін ба деген кісілерді естідім. Сол үшін тапқан табысымыздан бөлісіп отырсақ, жоқ-жітікке беріп отырсақ, ақыретке барғанда сол, ақыретті абаттандыру деген сол, ақыретке жіберу деген сол. Мына дүниеде тапқан табысыңды керекті орнына жұмсай білсең. Қазіргі уақытта не керекті орны? Қиналып отырған отбасыларға қолдау білдіру. Тек қана ақшалай емес, жұмыспен, жол көрсету, бағыт білдіру, рухани қолдау білдіру, соның барлығы да.